Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеумбердина. Бүгінгі видеода табуретканың бетін жұлдызша құрақпен құрайтын боламыз. Керекті деталімізді сызу үшін мына жоғарыдағы ссылка немесе описаниядағы ссылкаға өтіп 6 бұрышты сызып алыңыздар. Оған керекті тік төртбұрышымның өлшемі 22-22. Дайын болған 6 бұрышымызды видеодағыдай тең қып 3 ромбқа бөліп алып, деталімізді қатты қағазға жабыстырып аламыз. Жұмсақ жиһаз жасағандардан қалған қалдық маталардың ішінен түс үйлесімділігін келтіре отырып, осы 3 түсті таңдадым. Детальдерді дайындау кезінде мұқият болыңыздар. Матаның созылмайтын жағына қарай пішкендеріңіз абзал. Детальді керегінше осы қалдық маталарға әдемілеп видеодағыдай сызып дайындап алыңыздар. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны үзбей мұқият қарап шықсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Қажетті детальдерімізді қиып дайындап алсақ, бір жинап көрейік. Дәл осы бағытта бірін-біріне қарама-қарсы 2 түстен қоя отырып жинап шықсаңыздар, өзінше бір әдемі 3D құрақ шығатын болады. Қараңыздар, мінекей, видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Ең алдымен өздеріңізге ұнаған құрақ түрін осылай құрап алсаңыздар, кейін шетінен алып қоса бересіздер. Мінекей, қараңыздар. Әрдайым 2 түсті бірін-біріне қарама-қарсы қою арқылы осындай қазір бір 3D құрағын шығаруға болады. Мінекей, қараңыз. Кубик Рубик сияқты болып тұр, е. Дәл осылай үлкен төсек жапқыш немесе құрақ көрпешелер құрай беруге болады. Бұл мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Менің қазір тігетінім мүлдем басқа. Бір вариант. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісе отыруға ұмытпаңыздар. Дәл осы 3D құрағымның шетін тегістеу үшін ромбикті тең ортасынан бөліп, құрап жібересіздер. Мінекей. Енді екінші тәсілмен жинап, үйдегі табуретканың бетін құрап шығатын боламыз.
Ол үшін әр түстен екі-екіден бір-біріне қарама-қарсы қойып, және тағы да қосымша бір жақ оң жағына қойып шығамыз да, осыларды тең ортасынан бөліп екінші басына қойып шығатын боламыз. Видеоға мұқият болыңыздар, бәрі түсінік болады деген ойдамын. Дәл осы бағытта бірін-біріне қосып жинайтын боламын. Ең алдымен кішкентай үшбұрыштарды кейін бірін-біріне қосып, осы жарты бөлігін тігіп көрсетемін. Екінші жартысын өз беттеріңізбен қосып, тең ортасынан бірге қосатын боламыз. Кеттік ендеше. Және достар, бір айта кететін нәрсе, әрдайым ромбтың ортасынан ұшына қарай тіксеңіздер әдемі тігілетін болады. Мінекей, әр ромбтың ортасынан шетіне қарай, ұшына қарай. Мінекей. Енді мына ромбтан ортасынан шетіне қарай тігеміз қазір. Мінекей, сонымен бір жартысы дайын болды. Дәл осылай екінші жартысын құрап шығамызды, кейін екеуін бірін-біріне қосамыз. Мінекей. Осы екі жартысын қосқанда тігістері бірін-біріне бетпе-бет түсуін қадағалаңыздар, сонда әдемі көрінетін болады.
Мінекей сонымен біздің құрағымыз дайын болды. Әдемілеп бір басып үтіктеп аламыз. Табуреткамның диаметрі 34 сантиметр. Дәл тұп-тура келе қалады. Мінекей шет-шеттеріндегі артық нелерін қиып тастаймыз. Қалдық маталарымның ішінен жалпақтау ұзын лента сияқтысын тауып алып, мінекей осымен көмкеріп шығамын. Кейін орындыққа оңай кигізіліп, оңай шешілетіндей етіп, резинке өткізіп қойсам болды. Достар, менің жасаған жұмысым ұнап жатса, осындай қазақ тілді контенттерді, арналарды қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісе отыруға ұмытпаңыздар. Сонымен мінекей дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеомда кездескенше.